Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер де сіз әлі менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен біз осындай өте керемет маковый пирог дайындаймыз. Ал кеттік. Ең алдымен ыдысқа осылай 8 жұмыртқаны салып алуыңыз қажет болады және оның үстіне ұнды елеп саласыз. Барлық ингредиенттің мөлшерін описанияға жазып кетемін. Және кукурузный крахмал, разрыхлитель қосасыз және оның үстіне шекерді қосуыңыз қажет болады. Және шекерді қосып болғаннан кейін мұздай суды құюыңыз қажет. Және оның үстіне мен алдыңғы видеоларды көргендеріңізде Авалекс пищевой вазелинді қолданамыз. Ол жұмсақ етеді. Және оны осылай араластырып аппақ қою масса болады. Және оған мак қосуыңыз қажет, бірақ макты ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да ештеңе етпейді. Макты 1-2 толтырып үлкен ас қасықты қосқаныңыз дұрыс. Осылайша қосып қасықпен төменнен жоғары қарай араластырасыз. Бәрі бір-біріне араласуы қажет. Және мен бұл массадан 2 ғана бисквит пісірдім. Ол үйге дайындайтын болғаннан кейін ол маған оның үлкен болғаны қажет болмады. Сондықтан да мен бір массадан 2 бисквит қолдандым. Егер де сіздер бір жиынға үлкен болған қаласаңыздар, осы массаны тағы дайындап 4 бисквит пісіріп алсаңыздар болады. Осылайша 2 листқа бөліп шығып пісіріп аласыз 180 градуста. Кейін біз шоколадный ганаш дайындаймыз. Үстіне осылай ақ шоколадты водяной баняда оған қаймақ араластырып ерітіп аласыз. Ергеннен кейін оған осылай сары красительді, лимонный красительді араластырып дайындап қоясыз. Ол өзі ериді. Ал кремге обычный сметанный кремді дайындайсыз. Сметанамен, үйдің қаймағымен осылай шекерді араластырып дайындауыңыз қажет болады. Кейін біз осын кремді дайындап шетке қоя тұрыңыз және осылай пісіп шыққан бисквитке пропитка жасаңыз. Шекер мен суды қолдандым, мен осылай көп етіп сүрткеніңіз дұрыс. Осылайша пропитка жасап болғаннан кейін ортасына жаңағы сметанный кремді жағасыз. Барлығын тегіс етіп және оның үстіне екінші бисквитпен жауып, оның үстіне де қалған кремді сүртуіңіз қажет болады. Мен видеода көрсеткенде оның үстіне жаңағы сары шоколадный ганашымызды жағып шығамыз. Ол шоколадный ганашыңызды істеп болғаннан кейін неде водяной баняда тұрсын, а то қатып қалуы мүмкін. Қатпайды онша, бірақ осымен біздің пирожныйымыз дайын. Ұнаса лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз.